Мен сіздерге үйде сабын жасау тәжірибесін жасап көрсететін боламын. Ең бірінші мен сіздерді қолданатын заттар құралдарымен таныстыратын боламын. Мынау бізде су, өсімдік майы, эфир майы, натрий гидроксиді. Ал мынау бізде майды қыздыратын ыдыс, мынау ағаш қасық. Бұмен біз араластырамыз, және мынау брендермен де араластыруға болады. Мынау бізде қатпар ыдыс. Ең бірінші 100 мг суға натрий гидроксидіні қосамыз. Не? Біз бұны қосып алғаннан кейін, оны қасықпен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін, өсімдік майын майды қыздыратын ыдысқа құямыз. Құйып болғаннан кейін, біз осы сілтіні майға құямыз. Құйып болғаннан кейін, біз оны араластырып аламыз. Және біз бұны араластырып болғаннан кейін, жағымды иіс шығаратын эфир майын тамызамыз. Тамызып болғаннан кейін, тағы араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін, қоюланған қоспаны қатпар ыдысына құямыз. Құйып болғаннан кейін, біз оны 2 аптаға қойып қоямыз. 2 аптадан кейін, ол қатпардан шыққанда 3 апта кептіреміз. Одан кейін пайдалануға болады. 3 аптада кептірілген табиғи сабынның түсі ақшыл болып шықты.